Баршаңызға сәлем, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге бір-ақ стакан айраннан 15 минутта тіске басар дайындайтын боламыз. Ол үшін чұңқыр ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, қант қосып, араластырып аламыз. Жұмыртқамыздың үстіне айранымызды құямыз. Ақ желкен, үккіштен өткізілген ірімшік, және де қамыр қопсытқыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз бен ұнымызды қосып, жұмсақтау қылып қамыр илейтін боламыз. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, қазақша каналды қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Дайын болған қамырымызды жұқалап жайып, ұзыншалап кесіп шығамыз. Енді қызып тұрған майымызда екі жағын қызартып, қуырып аламыз. Міне біздің ірімшік қосылған таяқшаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Рецептім ұнап жатса, сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.